Жетінші қат көктен өткен соң пайғамбар Сыдыратул Мұнтахаға келді. Бұл Жебірейіл періштенің тұрағы. Бұл жетінші қат аспаннан жоғары тұратын Алла тағала ерекше хикметпен жаратқан жер екен. Бұл аспанның шекарасы болып есептеледі. Мұнда да періштелер Аллаға мадақ айтып тұр. Олардың бір тобы Тәурат, Забур, Інжіл мен Құран жазып жатыр. Жабірейіл мен пайғамбар бір бұлақтың жағасына тоқтады. Алланың хабибі, мұна бұлақтың суынан дәм тат деп Жабірейіл періште кесе толы су ұсынды. Пайғамбар дәмін татып көрді де, оның ғажайып дәмінен есінен танды. Сәлден соң есін жинап, бұл ненің суы деп сұрады. Бұл Кәусар бұлағының суы. Менің үмбетімде осы судан ішеме деді пайғамбар. Жоқ, Алланың хабибі, бұл Тәңірдің сізге арнаған сыйы, тек сізге ғана тиесілі деді. Сонда пайғамбар, егер менің үмбетім Кәусар бұлағынан ішпейтін болса, мен де бас тартамын деп бұлақ суын ішпей қойды. Сол сәтте ұлық Алладан әуез келіп, ей қимас досым, үмбетің бұл Кәусардан дәм тату үшін менің бір шартым бар. Үмбетің Рамазан айында ораза ұстасын, ауыз ашатын суын алдын ала дайын қылсын. Менің періштелерім осы Кәусар бұлағынан су алып, олардың ауызашарға дайындаған суына тамызып шығады. Сонда олар да бұл Кәусардан дәм татады деді. Содан бастап мұсылмандар оразада ауыз ашатын суды алдын ала арнайы дайындап қоятын болыпты. Бас Мұхаррам періште Жабірейіл Сыдыратул Мұнтахадан ары ұшпай тоқтап қалды. Пайғамбар оның қолынан ұстап, әй досым, неге тоқтадың? Жүр кеттік деді. Сонда періште, ей Мұхаммед, Алла тағала маған дәл осы жерге дейін ұшуға рұқсат берген. Ары жүрсем қанатым күйеді. Мен сені осы жерде күтіп, жер бетіне қайта апарамын. Алланың дидарын көру тек саған ғана жазылған ұлы бақыт деді. Мұхаммед пайғамбар аң-таң болып тұрып қалып еді, алдынан Мәкәйіл періште шықты. Ей Мұхаммед, Алланың саған разылығы мен сәлемі болсын. Саған ары қарай мен серік боламын. Бұл менің маңдайыма жазылған бақыт. Әуел әлем жаралғанда біз 4 періште саған көрсетілетін құрметті бөліп алған едік. Енді менің кезегім келді деді де пайғамбарға жол бастады. Пайғамбар Мәкәйіл періште екеуі жоғары қарай көтеріліп келе жатқанда жолда Құран әріптері сияқты әдемі суретте ағып жатқан 7 дәрияны көрді. Олардың түр-түсі бір-біріне ұқсамайтын өзгеше екен. Пайғамбар, я Мәкәйіл, мына 7 дәрия ненің хикметі деп сұрады. Сонда Мәкәйіл, бірінші дәрия тіршілік дәриясы. Адам баласы дүниеге келген соң тіршілік қамын жасайды. Тірі қалып аман сау жүрудің жолдарын меңгереді. Екінші дәрия білім дәриясы. Тіршілікке жалғанып, қол аузына жеткен үмбетің оқып, сауат ашпаса, қараңғылықтан шыға алмайды. Білім болмаса, иттірлікке байланып, надандықта қалып қояды. Сондықтан қаттанып, білім жинау үмбетіңе парыз болмақ. Үшінші дәрия ақыл дәриясы. Ақыл білімнің сауыты деген. Екі дүниені қатар барлайтын ақыл нұры болмаса, құр білімнен пайда жоқ. Ақылсыз білім хақты тануға жол бермей, пендені тәкаппарлық дертіне ұрындырады. Сондықтан үмбетіңе жаратылыстан ғибрат алып, үнемі ойланып, ақыл айнасын нұрландыру міндет болмақ. Төртіншісі мейірім шапағат дәриясы. Ақылды үмбетіңе бұл дәрияның хикметі дарымаса, суық ақылға бой алдырады. Ондай адамның көңілі қатайып, мейірім шапағатқа кедей болады. Сондықтан мейірім шапағатсыз, махаббатсыз ақыл тұл. Бесінші дәрия бейнет дәриясы. Бұл дәрияның хикметі қонғанда адам күш қайратын адамзаттың игілігіне жұмсайды. Жинаған білімі мен мол тәжірибесін кейінгі ұрпаққа үйретеді. Осы жолда тер төгеді, еңбек етіп, халыққа қызмет етуден ләззат алады. Тақуалықта табанды болады. Алтыншы дәрия зейнет дәриясы. Бейнеттің бір зейнеті бар деген. Бұл дәрияның шарапаты тигенде, ол үмбетің еліне құрметті болар. Жас кезде төккен ашы терінің тәтті жемісін жейді. Халқы ондай адамды төбесіне көтеріп сыйлайды.
Жетіншісі имандылық дариясы. Иман дариясы дарыған үмбетіңнің жүрек көзі ашылады. Бұл кезде олардың кеудесінде жалғыз-ақ арман қалады. Ол Алланың дидарымен қауышу. Бұлар құлшылық қылғанда бейне бір ұлық Алланы көріп тұрғандай сезімде болады. Риядан толық айығып, көңілінде ақирет күннің қаупі, дүнияның уайымынан басым болады деді. Сонда пайғамбар: мен үмбетіме иман үйретіп жүрмін, ал мына жерде иман дариясы ең соңғы қабатта ағып жатыр. Бұл қалай деді. Сонда Мәкәйіл: жоқ, иман дариясы соңында емес, керісінше ең жоғарғы сатыға қойылған. Осы 7 дариядан түгел өткен үмбетіңе кәміл адам дәрежесі нәсіп болмақ. Осы кезде пайғамбардың көңілі жайланып: я Алла, менің үмбетіме кәміл адам дәрежесін нәсіп қылғай деп дұға қылды да 7 дариядан шалқып өтті. Бір кезде Мәкәйіл періште: досым Мұхаммед, мен енді әрі қарай ұша алмаймын, қанатым күйеді. Менің міндетім сені осы 7 өзеннен өткізу. Ары жүрсем Аллаға қарсы келген болам. Қайтарда сені осы жерде күтіп, 7 өзеннен қайталып өтемін деп пайғамбармен қош айтысты. Пайғамбар пырақпен одан әрі көтеріліп еді, бір үлкен періштені көрді. Оның басы 7 қат көктен асып, ғарышқа тиіп, ал аяғы 7 қат жер астындағы қақтасқа тиіп тұр. Оны жай адамдар көре алмайды. Оны Алланың қалауымен тек пайғамбар ғана көрді. Ол періштенің аты Ысырапыл екен. Оның көз жанары жиегінде күннің көлемінен 100 есе үлкен бір тамшы жас тұрды. Егер бұл жас жер жүзіне тамып түссе, бүкіл жер жақанды түгел су басады екен. Нұх заманындағы топан су осы Ысырапылдың көзіндегі бір тамшы жасынан пайда болыпты. Ол 18 000 ғаламдағы от, су, жел мен топырақ бәріне жауапты. Ол Алланың әмірімен күллі табиғат, әр алуан құбылыстарды бақылап отыр. Ай Ысырапыл, қияметтің періштесі, сенің сүріңмен қияметте барша адам қайта тіріледі. Менің үмбетімде тіріліп, Алланың құзырына барады. Сенен тілерім, менің үмбетім қияметте қиналмай тұрсын, менің ақ туымды оңай тапсын, өзің жол көрсет деді пайғамбар. Сонда Ысырапыл: бір шартым бар. Егер үмбетім күніне 100 рет лә илаха иллалланы айтса, онда мен оларды қияметте оңай тірілтіп, сенің ақ туыңды адаспай табуға жол сілтейін деді. Сосын Ысырапыл періште пайғамбарға жол көрсетіп, жоғары қарай өрледі. Ол да бір мекенсіз жерге келгенде: я Алланың сүйікті досы, мен әрі қарай ұша алмаймын, қанатым күйеді. Енді сені Мәләкүл Мәуіт жеткізеді деді. Мәләкүл Мәуіт өлім періштесі Әзірейіл еді. Пайғамбарымыз пырақпен самғап отырып жоғары көтерілгенде Ысырапылдан да өте үлкен періштені көрді. Әзірейіл қолындағы қағазға қарап тұр екен. Оның алдында алып бәйтерек тұр. Әр жапырағында тірі адамдардың есімдері жазылған. Әзірейіл алдындағы табаққа түскен жапырақты екі жағындағы періштелерге табыс етуде. Оң жақтағы періштеге оң қолымен алған жапырақты, сол жағындағы періштеге сол қолымен алған жапырақты беріп отыр. Әзірейіл пайғамбарды көріп, иіліп сәлем берді. Пайғамбар жапырақта не сыр бар екенін сұрады. Сонда Әзірейіл: я пайғамбар, бұл бәйтеректің жапырағы үзілсе, жердегі бір пендеге ажалдың жеткені. Егер ол ізгі адам болса, оң жақтағы періште жанын алады. Егер зұлым болса, онда сол жақтағы періште жанын алады деді. Пайғамбар қайғырып Әзірейілге: менің үмбетімнің жанын қинамай ал деп өтінді. Періште: ұлы Алла маған Мұхаммедтің үмбетінің жанын қинамай ал деп күніне 70 рет ескертеді. Бірақ бір шартым бар. Үмбетің Мұхаммедтің атына сансыз салауаттар жолдауды сүннетіне енгізсін. Егер солай жасаса, сен қайғырма, олардың жанын ауыртпай алам деді. Пайғамбар жадырап сала берді. Әзірейіл періште де пайғамбарға жол бастап жоғары өрледі. Бір жерге келгенде ол да: ей Алланың хабибі, бұдан әрі бара алмаймын. Менің рухани болмысым Алла дәргейіне мұндай жақын баруға жаралмаған. Осы арадан қайтам, ары қарай ұшам, Алланың нұры қанатымды күйдіреді деді. Пайғамбар пыраққа мініп жалғыз ұшты. Аршыдан өтіп үлкен дарияға тап болды. Сол жерге келгенде пырақ: ей Мұхаммед, мына дарияда мен түгіл бірде-бір періште өте алмайды. Дарияның шетімен шегі жоқ.
Ұшқан мақұлық дарияның ортасына да жете алмайды, сондықтан мен әрі қарай ұша алмаймын. Сені осы жерде тосам деді. Мұхаммед пырақты қоя беріп, дарияның жағасына келгенде, ғайыптан жайнамаз пайда болды. Ол адамша тіл қатып: «Ей Мұхаммед, менің үстіме мін, мен сені дариядан өткізіп, Алланың дәргейіне жеткізем» деді. Пайғамбар жайнамазға мініп, екі бас намаз оқыды. Жайнамаз ұша жөнелді. Көзі ашып жұмғанша оны дарияның арғы бетіне жеткізді. Намаз мұсылманның миғражы деген нақыл сөз осыдан қалса керекті. Жайнамаз бен пырақтың ұшу қарқыны аспан мен көктің парқында екен. Жайнамаздың жанында нұр пырақтың шабысы жаяу жүргендей сезілді. Пайғамбар жайнамазы тастамай миғраждан үмбетіне ала келді. Содан бастап жайнамаз киелі бұйымға айналыпты.